Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге айраннан жасалынатын өте жұқа және ажурный болып пісетін құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қант, 2 ас қасық, кішкене тұз, ас содасы, сұйық май, 2 жұмыртқа, қайнаған су 1 стакан, ұн және айран қажет. Ең алдымен ыдысымызға айранды құямыз, 500 мл, және оған жарты ас қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Айран мен сода реакцияға түсу үшін 5 минуттан кейін 2 ас қасық қант қосамыз. Егерде тәттілеу құймақ ұнатсаңыз, көбірек салсаңыз болады. Жарты ас қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 4 ас қасық сұйық май құямыз. Және де 2 жұмыртқаны шағып саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді 1 стакан қайнаған су құйып, тез-тез араластырып жібереміз. Одан соң 300 грамм ұнды електен өткізіп саламыз. Жақсылап түйіршік қалмайтындай араластырып аламыз. Достар, егерде сізде айран болмаса, менің каналымда сүттен жасалынатын құймақтың рецебі де бар. Жоғарыда ссылкасын қалдырып кетемін. Мінекей, консистенциясы осындай болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді газды орташа отта жағып, табамызды қойып, қыздырып аламыз. Одан соң майлаймыз. Тек қана бір рет майлаймыз, одан соң майламаймыз. Енді майланған табаға бір ожаудан құйып, пісіріп аламыз. Табаңыздың өлшеміне қарай осылай табаны айналдырып тегістеп аламыз. Бетіне осындай көпіршіктер шығып бастайды. Одан соң шеттері қызара бастағаннан кейін силикон күрекшенің көмегімен осылай шеттерін табадан ажыратып аламыз. Содан кейін барып жайлап екінші жағына аударып аламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тезірек піседі. Мінекей, құймағымыз пісіп шықты. Өте әдемі болып пісіп шығады, жұп-жұқа. Және де осындай ажурный болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.